Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің қонағымыз қолөнер шебері Шамсия Апи апамыз келіп отыр екен. Қош келдіңіз, апа. Жалпы мұндай кереметтерді қашан бастадыңыз? Қашаннан жасадыңыз? Бұл енді қазағымыздың ұлттық құндылық нәрселері. Бұрын біздің тұсымызда бүткіл адам, апа-бабаларымыз, әжелеріміз бәрі істейтінді. Соны жалғастырып келе жатқан қазақтың салт дәстүрі ғой. Мен бұнымен айланысқалы. Мен өзім тігін фабрикасында жұмыс істегенмін. Сонда сол өз кестенің машинелері болады ғой. Соны менен соны тіккен. Сонан бері қарай өзімде жеке кестенің машинесі бар. Сонан бері айланысып келе жатырмын. Қанша уақыт болды, апа, осымен айналысқаныңызға? Мен айланысқалы шамасы 30 жылдар болды, 30 жыл болды. Керемет. Сол енді өзім немерелеріме, қыздарыма соларға жасау ретінде жасаймын. Енді подаркіге беремін. Сыйлық ретінде беремін. Керемет. Солай осы менен айланысам үйде отырғанда өзімнің енді баяғы былай бір айланысатын өзім сүйіп істейтін бұйымдарым. Жалпы апа, мына осы кереметті жасау үшін жалпы қанша уақыт кетеді, соны айтып Бұл қарап тұрсам қоржын ғой деймін, апа. Мынау қоржын, мынау қыздың жасауы, ұлдарға. Бұл байынан көрсетесің камераға. Құрметті көрермендер, міне қоржын. Маржаннан қолмен тіккен маржанменен енді мынадар кесте болса, анау маржанменен істеген екі басты қоржынның бір жағы мынау. Мынау тұмар балаларға істеген. Мен қызыма істеген тұмарым. Үйге былай қасиетті мынау да сол ұлдарға істеген тұмар. Мынау қоржынның бір жағы, бұған бір ай уақыт кетеді. Бір ай уақыт кетеді осы қоржынды тігу үшін. Бір ай уақыт кетеді. Әрине оңай емес қой. Сонымен қатар мына жерде көрпешіктер туралы. Анданың бәрі қыз. Сіз, апа, қарап отырсам, құрақты бір сіз құрамай кестелеп тігетін сияқтысыз. Кестелеп тігемін. Кестелеп тігеді екенсіз. Солай кестемен тігемін. Үйде сол кесте тігетін машина бар. Айттым ғой жаңа, басынан бастап сол кестенің машинесімен тіккен солай. Әлі жалғастырып сол кестенің машинесі. Мынау түс кигіздер енді. Түс кигіздің өзіне, мынаның өзіне бір ай уақыт кетеді. Бұның енді бәрінің тігуі, істеуі өте төзімділік керек оған. Төзімділікті қажет етеді. Апа, сізге осы кереметтер жасауды кім үйретті? Бұл отбасылық дәстүрме жоқ әлде сіз үйрендіңіз бе? Мен енді өзі жалпы әкем де, шешем де өнерлі адамдар болған. Әкем болғанда осы күміспен ұста істейтін кісі болған. Шешем де енді өзі ол кезде енді мынандай машина деген болған жоқ қой. Енді о заманда, ерте заманда енді кез келген адамдар кесте күршекпенен былай 4-1 рамкаға керіп алып тігеді ғой. Солай тігіп бізге үйреткен. Соны сол ары қарай жалғастырып, ұлғайтып, фабрикада істеп, енді ит істеп солай әке шешемнен дарыған нәрсе негізі. Сол істелген. Керемет, апа. Жалпы өзіңіздің шәкірттеріңіз бар ма? Осыларды үйретесіз бе? Балаларыңыз, қыздарыңыз мүмкін? Өз балаларым, немерелерім, қыздарым бәрі оны біледі. Енді мен ешқандай шәкірт тәрбиелегем жоқ. Оны мен ешқандай бір шәкірт тәрбиелейін андай деген ойыма келген жоқ. Мен келем, үйренем деген кісіге әрқашанда мен үйретем, дайын. Тамаша. Осы ретте үстелдің үстінде сәукеле көріп отырмын. Сәукеле сияқты маржаннан тігіп, соны тоқталып өтіңізші жалпы. Ол анау болғанда қызыма тіккен енді ол. Қызыңызға арнап? Қызыма енді қазіргі қызым, кенже қызым бар соған. Мына қоржын соның бәрі соның бұйымдары ғой. Жасап жатырсыз қызыңыздың? Ол бірінші курс. Мен Алматыда бірінші курста оқып жатыр. Назарбаев мектебін 12-ші сынып бітіріп сол Британия университетінің бірінші курс. Соған әлден ақырындап істеп жатқан нәрселерім бар. Керемет, апа. Сіз сияқты апаларымыз қазір сирек десек те болады. Шынын айтқанда азайып келе жатыр. Ол енді солай кішкене енді алшақтап бара жатыр ғой енді. Дайын, қазіргі кезде өзі Бекбол қарап тұрсаң, дайын дүниелерге сатып алады ғой. Дайын дүниені сатып алып, өздерінің қажеттіліктеріне жаратып жатады. Ал осындай қолдан жасалған дүниелер көздің жауын алады. Жалпы, апа, осы бір құрақтың технологиясын тоқтап өтейікші. Қалай жасалады? Ең басынан бастап айтып бересіз бе? Қалай жасайсыз? Бірінші матаны сол өлшеп, оның көлемін шығарып аламын. Оның кейін арнаулы өзімнің үлгілерім бар. Соны былай үстіне оюдарды түсіріп аламын. Соның кейін ары қарай тігемін. Кестесін тігіп аламын. Онан кейін ары қарай жалғастырып ішіне жаңа бір астығын көрпенің ішінде парлон болды ғой. Астарын сап, парлон сап, солай сол бітеді. Сонымен бір көрпе, бір төр көрпе дайын болып шығады. Жақсы, сіз Динай айтып өттің ғой, дайын материалдармен құрап көрпеше тігіп жатады.
Сіз олай жасамайсыз ба? Тек қана сіз кестелеп қана тігесіз. Кестелеп тігемін. Керемет апа. Бұл енді Бақытнұр қарап отырсам дизайнерлік өнер десек те болады. Сонда апа бұл әр түрлі екен де енді ұқсамайды бір-біріне. Сонда сіз оны кәдімгідей қалай есіңізде сақтайсыз оны? Қызық сол маған. Бір-біріне ұқсап кетпей ма дейсіз ғой деп кетпей ма? Ол маған жаттанды дүниелер ғой. Көп айтып отырмын ғой, 30 жылдан бері айланысып келе жатырмын. Бұл маған өзі қалыптасып қалды, солай. Өзіме сол ешқандай немене қиындығы жоқ. Өзім бәрі өзіме жаттанды дүниелер. Керемет апа. Ең алғашқы туындыңыз десейікші, ең алғашқы туындыңыз қандай? Ол бір кезде немене болды ғой, қазақи бір кестелер, мынандай түс кигіздер мынадар ұлға да қызға да беріп жүрді ғой бір кездерде. Осыдан бастадым мен, үлкен болды. Түс киіз тігуден бастадыңыз ғой? Түс киіз тігуден бастадым. Енді онан кейін төр көрпе, онан кейін түрлі мына камзолдар, киімдер, көйлектер. Камзол, көйлек тігесіз бе? Тігемін енді, онда тігемін. Балаларға, үлкен кісілерге, аталарға, апаларға бәріне тігіледі. Бекбол, қарап тұрсаң, сыйлық ретінде тамаша дүние айтшы. Керемет, әрине, керемет. Қолдан жасалған жаңағы дөңгелектер болды ғой, қызым олай деген ана пакеттің ішінде болды ма былай. Одар қазір. Одар болғанда соңғы кезде тойбастардың ішіне салып жүр ғой жұрттар. Тойбастардың ішіне салынады. Мен өзім туыстарыма, баладарыма соны тойбастардың ішіне. Енді ападар келеді, әйел адамдар келгенде сол анадан бір-біреу бере салу ыңғайлы. Бірінші қазақтың ой өрнек салт дәстүріне енді өте жақын нәрсе болғандықтан, енді ол бір жағынан баяғы насихаттау ғой. Енді бәрі солай болса, адамдардың бәрі солай істеп, солай саса, онда жақсы болар еді. Керемет. Тойбастардың ішіне. Сонымен қатар сіз көрпе, жастық, сол барлығын тігесіз ғой, иә? Енді оның бәрі тігіледі. Қазір мен мынаны ықшамдап қана әкелдім ғой, оның бәрі бар. Жастық та бар, көрпе. Балалардың жасауын істегенде оның енді үстіне, төсектерінің үстіне кәдімгі. Сол кестелеп, әдемілеп оны да былай жауып қою керек. Солай өзі бір үйдің ішін бірақ солай толтыруға болады ғой. Қазақтың ұлттық нәрселеріменен. Бақытнұр, мына нәрсеге көзім түсіп тұр, бұл не деп ойлап тұрмын? Иә, мен де бағанадан бері ойланып тұрмын, ойға шомбаға. Апа, сіз мына бұл не екен айтып бересіз? Қырын алып көріп кеп. Андағы сол ұлдарға тіккен андағы тұмар, үйге іліп тұмар деген болады ғой, бір кезде қасиетті тұмар деп айтады. Енді мынаны былай осылай дөңгелек ұлдарға арнап тіккен үйіне іліп қойса қасиетті ол тұмар пәле қаладан бәрінен сақтап тұрады. Ал мынау болғанда қызға арнаған бір тұмар, ол өзіменен бірге болады. Үнемі бірге үйінделуде тұрады. Оның тілеуін тілейді. Мынау ілулі тұратын дүние екен. Мынау қоржын, мынау тұмар. Енді түсінікті болды. Апа, осы маржандарды сіз қайдан аласыз жалпы? Бұған көп қаржы кете ма, мысалға, бұны жасау үшін? Жоқ, енді ондай көп қаржы кетпейді. Мынау кигіз ғой енді, өзіміз айтамыз ғой енді. Ақ кигіз. Үйінде ұстап көрім деп тұрбек болды. Маржанға сонда өте көп немене кетпейді. Бірінші мынаны сіз сонда апа киізге басып тігіп аласыз ғой маржанды, менің түсінігімде. Мынаны жаңа айттым ғой, ананы үлгі салып алам деп айттым. Үлгісін салып, сол үлгі болу үшін үлгі салып, сосын үстіне бірден инеменен бірден тігесің. Қымбатты көрермендер, қараңыздаршы, қандай әдемі дүние, иә? Мен көзім қызығып, енді қыз баланың көзі қысылды деп айтып жатыр. Иә, маған ерекше ұнап тұр апа. Қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирді адамдармен жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса 55-76-40 байланыс телефонына хабарлассаңыздар болады. Жалпы апа, осы таңғалып тұрған ақ кигізді, былай апалар бір мультфильмнен дегісе кинодан, өздері басып жатады ғой киізді. Солай жасайсыз ба? Жасаймыз оны енді жүнді әдемілеп жуып алып тұрып, онан кейін әдемілеп майда қылып түтіп, онан кейін бұрын апаларымыз басып жүрді ғой. Ол енді кигіз үйдің сыртына дейін басып жүрді. Сырмақтар болды, текеметтер. Енді біз істейміз оны. Жақсы. Осы ретте апа бізге қоңырау түскен екен. Біз тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мынау бір сұрағым бар еді апамызға. Қазіргі жас қыздар осындай көп құрақ көрпе тігуге көп бой бермейді, көп тіге қоймайды. Сол жайында ойын айтып кетсе,
қалай оларды үйретуге болады немесе осыған қалай дәріптеуге болады деген. Жақсы, рахмет. Сұрақ түсінікті. Ол Ал апа. енді қазіргі жастардың бәрі дайын, жаңа айтты ғой, мына қыздар дайын нәрсеге жүгіреді. Ол машықтанбаған. Оны істеп, мынаны істе, мынаны осылай болады. Мынау біздің қазақтың салт дәстүрі деп үйретуден де болады ғой. Енді мен балаларым істейді, олар өзі қызығады мынаған. Енді алдында андай істеуді дайын бұйым тұрмағаннан кейін балалар қызықпайтын шығар. Мүмкін көргеннен кейін қызығатын шығар. Үйреткеннен кейін, үйренгеннен кейін соған кішкене қызығушылық туатын шығар. Солай үйрету керек, жастар тәрбиелеу керек. Осы ретте, тәрбиелеу керек. Тәрбиелесе ол үйренбейді дейтін жоқ. Адамдардың бәрі үйренеді ғой. Адамның істеген адам істейді. Мен де негізі кестетуді білем деп болып. Керемет. Құпиям деп айтсам да болады. Анам үйреткен кестетуді. Негізі расымен де айтып отырсыз ғой. Негізі бастап көрсеңіздер, қымбатты көрермендер, өте қызық. Әрдайым осындай бір әдемі дүниелерді жасауға тырысатын боласыздар. Өкінішке орай мен тіге алмаймын бақындар. Әрине, ол сенің жай жағдайың түсінікті. Қыздар тарапынан тігуге негізі расымен де құлшыныс болса, барлығын жасауға болады. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирге қайтадан оралдық. Бүгінгі біздің қонағымыз Шамсия апамен сұхбатымызды жалғастырамыз. Сауалдарыңыз болса 55-76-40 біздің байланыс телефондарымыз, хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы, апа, осы енді тігіншілікті бастаған кезде сіз енді басында қандай қиыншылықтар болды ма? Енді әр нәрсенің өзінің қиыншылығы бар ғой, оны жеңе білу керек. Жетістікке жету үшін жеңу керек. Болды қиыншылықтар. Енді бастарында қолмен тіккен, машинамен тіккенде ол машина өзің арқаңа көнбейді ғой. Ары кетіп қалады, бері кетіп қалады. Мына осы біргелкі болдыру үшін көп қажырлық керек, көп төзімділік керек. Үйрену керек оны. Ұстау керек. Ондай қиындықтар болды. Керемет төзімділікті талап етеді дейді. Және сіз бағана айтып өттіңіз ғой өзіңіз, дөңгелек деп, тойбастарға деген. Сол мысалға, мынаның астына салуға да болады деген. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы, қандай керемет дүние бұл. Бұны кәдімгідей қолмен кестелеп тігеді, ойлаңыздар. Мен де басында ойлаған, жай ғана бір ою шығар деп ойладым. Сөйтсем, бұны кәдімгідей кәдімгі жіппен, кәдімгілік жіппен кестелеп тіккен екен апамыз. Бұл енді таңғалып тұрмын, енді бұл өте қатты төзімділікті талап етеді. Бұған бір кей жандар шыдамауы да мүмкін деп ойлаймын, Бақнұр, қалай ойлайсың? Апа, осыны тамақтың астына, тойбастардың астына қояды деп жатсыз. Осы жайлы айтып өтіңізші өзіңіз толығырақ. Енді осылай дөңгелек деп мынау үлкендеу ғой мынада. Экранға көрсетсеңіз. Беш бармақтың астына қоюға арнап тіккен. Беш бармақтың астына қоюға арналған. Тамаша. Шайнектің астына қойып жатады, иә? Шайнектің астына үйдегі немене столдардың бәрінде осындай оюлы неменелер бар. Соған мынау немене өзіне сәйкестіріп тіккен. Енді оның бәрін әкеліп мүмкін емес қой. Әрине. Осылай мынадардың бәрінің оюы өзіне сәйкесіп, мына үлкеніне мынандай үлкен ою, кішкенелеріне мынандай кішкене ою. Енді мынаны соңғы кезде мен балаларыма, туыстарыма тойға барғанда тойбастардың ішіне осылай ападарға, келіндерге, қыздарға сол тойбастардың ішіне салып жүрмін. Ол негізі адамдардың бәрі солай осындай үйренсін деген саясатпен салып жүрмін мен. Енді сол подаркеге береді. Сосын ол кейбіреулер енді жасап та жүр осылай. Енді ой, анау жақсы екен, ұлттық нәрсе. Енді бір шып бергенше бір мынандай берсе, сол бір үйлердің шаңырағының бәрінде осылай нәрсе тұрса, олар біздің салт дәстүріміздің ары қарай дамуының нәтижесі ғой. Жақсы, осындайлардың оюды жапсыратында дайындары сатылады ғой қазір кезде. Мынау енді қолдан жасалған дүние, қымбатты көрермендер, қараңыздаршы, қандай керемет дүниелер. Сонымен қатар Бекбол, мен мына жердегі көрпеше туралы да көрсеткім келіп тұр көрермендерге. Міне, қымбатты телекөрермендер, қараңыздаршы, қандай керемет дүние. Кестелеп тігілген, сіздер материалдан бір құрап тігілген деп ойлап қалмаңыздар. Бұның барлығы кестемен тігілген. Кестелеп тігілген дүниелер. Және белгілі бір уақытты талап ететін жұмыс. Қанша уақытты талап ететіңіз апа, бір құрақ тігу үшін, көрпешені жасау үшін? Негізі 2 күнге тігіледі. 2 күнге? 2 күнге тігіледі. Сіз аз уақыт пайдаланатын сияқтысыз меніңше. Өйткені мынау көзің жауын алатын, біраз өзіңіз айтпақшы қажырлықты талап ететін еңбек дүниелер ғой. Қымбатты телекөрермендер, осылай
қолдан жасалған дүниелер үйлеріңіздің сәнін келтірсе қандай керемет, иә? Ал егер де араларыңызда осындай жақсы дүниелер жасағысы келетін аруларымыз, қыз келіншектеріміз болса, апамызға хабарласыңыздар, құрметті көрермендер. Сұрақтарыңыз болса, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы апа, сіз анам өнерлі адам дедіңіз. Өнерлі адам. Ол кісі де осындай дүниелерді жасаған шығар, иә? Жасады ғой. Біз енді кішкентайымыздан сол кісіні қарап, сол кісінің тіккен нәрсесіне қызығып, солай үйренейік деп өзіміз солай үйрендік. Ары қарай жалғастырдық. Мен сіңілдерім, әпекелерім бәрі осындай істейді. Ол кісілер де қазіргі таңда осындай жақсы дүние істейді. Өйінде өздеріне, қыздарына, ұлдарына жасауға істейді. Бәріміз осылай істейміз. Иә, осы ретте жаңағы міне тігіншілікпен айналысып жатырсыз. Енді тоқымаға қалайсыз? Тоқыманы енді оның бәрін ары қарай былай әкелу маған мүмкін емес. Енді жасымда келіп қалды, тоқыманы тоқимын, бірақ оны қазір істемеймін. Мен осы кестемен айналысып. Бірақ тоқи аласыз? Тоқи аламын, енді оны. Абай, немерелеріңізге, шөберелеріңізге тоқисыз ба? Байпақтар мысалға. Иә. Енді ана бір кигіздерден тәпчік тігіп беремін жылы балаларыма, қыста үйге киюге. Енді тоқығаннан гөрі кигізден тіккен тәпчік, ол тағы да кішкене жылылау болады ғой. Тоқуға көп уақыт кетеді. Менің уақытым жоқ. Үйіңізде барлық дүниелер осылай оюмен шығар сіздер? Енді бар енді. Керемет. Сонымен қатар барлығына мына жерде бір нәрсе жоқ сияқты жасайсыз ба? Столдың үстіндегі жапқыш дейді ғой? Дастархан. Қалды, ол бар. Ол қалды. Негізі бар. Жасайсыз? Жасаймын. Дөңгелек столға, жай өзіміз отырғанда чай столға, қонақ столға деген оның бәрі бар. Керемет. Кәдімгі оюмен, кәдімгі болса кестелік тігілген. Оюмен кестелік. Керемет. Таң қалып тұрмын. Шыны керек. Өте тамаша. Жалпы осы мен баған бері мына нәрсеге көзім түсіп тұр. Бекболға апа ұнап тұр ау деймін шамасы. Ұнап тұрмаған. Маған апа таң қалып тұрған әр маржанды тізбектеп қалай осыған тігесіз, соған таң қалып тұрмын. Бақнұр апа, өкінішке орай біздің эфирдің уақыты шектеулі, өкінішке орай. Бізге уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Осындай тамаша дүниелеріңізді әкеліп бізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет апа. Жасыңыз ұзақ болсын, осындай дүниелеріңіз көп болсын. Иә, бұның өзі бір шығармашылық дейді ғой. Сондықтан осындай шығармашылығыңызға, сізге, өнеріңізге табыс тілейміз апа. Әлі талай бізде бағдарламалар болады. Сол кезде тағы да бір келіп сырыңызбен бөлісесіз деген ойдамыз. Рахмет. Көптен көп рахмет. Сізге мың да бір рахмет айтқымыз келеді.